Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үшбұрыш, тік төртбұрыш, шаршының периметрі. Сабақтың оқу мақсаты периметрді табуға арналған формулаларды құру және қолдану. Сабақты бағалау критерийімен танысамыз енді балалар. Периметр түсінігін білу, көпбұрыштар жақтарының ұзындықтарын өлшеу, жақтардың ұзындықтарының қосындысын табу, периметрді табудың формулаларын қолдану. Ал енді балалар, біз биыл Абай атамыздың туғанына 175 жыл толғанын білеміз. Міне, Абай атамыздың табиғат туралы өлеңдерінде табиғаттың көркем көрінісі асқан шеберлікпен суреттеледі. Жазғытұрым өлеңдерінде жаңа қонысқа көшіп келген ауылдың тұрмыс тіршілігінің тұтас көрінісі бар. Міне балалар, далалы жерге көшіп келген ауыл қозы лақтарын қоршауға қамайды. Ал енді балалар, алдымыздағы суретке назар аударайық. Суреттегі бала не істеп жатыр деп ойлайсыңыз? Әрине, бала атасына көмектескелі жатыр. Төлдерді қамау үшін жерге қазық қағып, сыммен қоршағалы жатыр. Яғни, балаға қоршауға қажет сымның ұзындығын білу керек. Демек, сынық сызықтың ұзындығын өлшеу дегеніміз, оның барлық кесінділерінің ұзындығының қосындысы. Тұйықталған сынық сызық өзімен өзі қиылыспай көпбұрыш құрайды. Мінекей балалар, олай болса, бізге ол сынық сызықтың ұзындығын табу үшін периметр ұғымымен танысуымыз керек. Ол үшін мына видеоны тамашалаймыз. Аға, не өлшеп отырсыз? Гүлегілген ағаш отырғызылған учаскелерге қоршау салу үшін олардың периметрін есептеп отырмын. Периметр деген не? Фигураның периметрі дегеніміз, оның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы немесе тұйықталған сынық сызықтың ұзындығы. Периметр латынның пи әріпімен белгіленеді. Периметрді есептеу үшін миллиметр, сантиметр, метр және километр сияқты ұзындық өлшем бірліктері қолданылады. Мына учаске көп бұрышты. Сондықтан әр буынның ұзындығын есептеп жүрмін. Егер тік төртбұрыш болса, периметрін табу үшін ұзындығы мен енін өлшеп алып, екі реттен қосамыз. Ал шаршының периметрін табу үшін бір қабырғасын өлшеу жеткілікті. Өз-өзіне 4 рет қосасың. Түсіндім. Мысалы, қабырғасы 5 сантиметр шаршының периметрін табу үшін 4-5-ті қосамыз. Шаршының периметрі 20 сантиметрге тең болады. Ал ені 3, ұзындығы 5 сантиметр болатын тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін 2 реттен қосамыз. Бұл тік төртбұрыштың периметрі 16 сантиметрге тең болды. Олай болса, тік төртбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығын А, енін В деп белгілеп алып, 3 тәсілмен табу формуласымен танысамыз. Бірінші тәсіл. Оның барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосу арқылы табамыз. Екінші тәсіл. Оның ұзындығы мен енінің қосындысын 2-ге көбейту арқылы. Үшінші тәсіл. Ұзындығы мен 2-нің көбейтіндісіне ені мен 2-нің көбейтіндісін қосу арқылы табамыз. Келесі шаршының периметрін табу үшін бірінші тәсіл. Барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосу арқылы табамыз. Ал екінші тәсілде бір қабырғасының ұзындығын 4-ге көбейту арқылы табамыз. Енді мына үшбұрышқа назар аударайық. Үшбұрыштың периметрін табу үшін 3 қабырғасының ұзындықтарының қосындысын табу жеткілікті. Бұны есте сақтаңыз. Мына тапсырманы орындап көрейік.
ұзындығы 5 см, ені 3 см болатын тіктөртбұрыштың периметрін тап. А тең 5 см, В тең 3 см, периметрін белгісіздеп алып, тіктөртбұрыштың периметрін табу ережесіне бағына отырып, өрнек құрамыз. Периметр тең 5 пен 3 сандарының қосындысын 2-ге көбейтеміз, сонда тіктөртбұрыштың периметрі 16 см. Ал енді мына тапсырманы орындау сізге тапсырылады, балалар. Үйренген формулаларды пайдалана отырып, геометриялық фигуралардың периметрін есептеп шығарыңыз. Бұл тапсырманы орындауда сіздің үйренетініңіз, яғни берілген фигуралардың қабырғаларының ұзындықтарын жаза алады, тиісті формуланы жазып, қолдана алады, формула бойынша есептеп шығарып, мәнін таба алады. Мінекей балалар, осы дескрипторды қарап, өзіңізді бағалаңыз. Өте жақсы, балалар, сіздер жаңа сабақты жақсы түсінді деп ойлаймын. Яғни сіздерге үй жұмысын орындауға оқулығымыздың 39 бетіндегі 3-ші тапсырманы беремін. Ал енді балалар, бүгін сабаққа жақсы қатыстыңыздар. Ережелерді естеріңізде сақтаңыздар. Үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыштың периметрін табу ережесін үнемі жадымызда сақтауымыз керек. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.